Сіздермен кездесіп, сұрақтарыңызды анықтап, ойларыңызды білейін деп осылай жинап отырмын, әдейі. Өйткені қазіргі кезде жастардың мәселесі өте өткір тұр алдымызда. Көптеген сұрақтары шешімін таппай жатыр. Және де басқа да мемлекеттік бағдарламалар да бар. Жастардың мәселесін шешетін мемлекеттік бағдарламалар бар. Бірақ та көбі ол бағдарламаларға қатыспайды, немесе білмейді, ақпараттық осындай белсенді жұмысымыз да жоқ. Сондықтан біз қазіргі кезде облыста осы жастарға қатысты ауқымды істерді атқарып жатырмыз, бастап жатырмыз. Солнечный кенті Екібастұздың екінші электр станциясы жастарымен кездесуді Азида Амангелдіқызы осындай сөздермен бастады. Бүгінде Павлодар облысында атқарылатын жұмыстарды іске асыру үшін жедел жоспар құрылып жатса, ол 6 бағыттан тұрады екен. Және оның бірі жастарға арналған. Соның шеңберінде облыс аумағында колледждер базасында 15 жастарды қолдау орталықтары құрылмақ. Олар қарайтын басты сұрақ жастарды жұмысқа орналастыру. На базе колледжей такие Колледж базаларында орталықтар бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейтін болады. Келген жастар жұмысқа орналасу жөнінде кеңестер алады. Егер ол өз бизнесін ашқысы келетін болса, ол жағынан да кеңес беріледі. Және сол жерде кәсіпкерліктің негіздерінде оқуға мүмкіндік беріледі. Сол жерде стартап аймақтар, бизнес-инкубаторлар болады. Сонымен бірге жастарға мамандық беру мақсатында қысқа мерзімді курстар ашылмақшы. Сөйтіп жас адам не жұмысқа тұрып кеткенше, не өзінің бизнесін ашқанша бақылауда болмақ. Жұмыссыз өзінің болашағында не істерін білмей жүрген жастар мен жұмыс істеуге жастар бастамаларын дамыту орталығынан бір маман бөлінбекші. Азида Амангелдіқызы кәсіпорындардағы жастар мәселесін жақсарту мақсатында ұжымдық шарттарға өзгеріс енгізу керектігін және жұмысқа алғаш тұрған жас маманға да үлкен көңіл бөліну керектігін атап өтті. Яғни жаңа тұрған жас мамандар тәлімгерлерге тапсырылуы тиіс. Мен өзім инженерлік техникалық жұмыскерлер қатарына жатамын. Мен тәлімгер ретінде жас маманды қарамағыма алсам, маған ештеңе төленбейді. Ал бұрыннан істеп жүрген жұмысшыға жаңадан келген жұмысшыны тәлімгерлікке ал десе, оған жалақысының 5% төленеді. Бірақ олар 5% аз алмаймын деп жатады. Сондықтан ұжымдық келісімге осыған қатысты өзгеріс енгізуді ойластырудамыз. Тәлімгерлікке төленетін 5% шын мәнінде өте аз. Қолға алынып жатқан бір мәселе колледж бітірген түлектерін 5 жыл бойы бақылауда ұстау керектігі. Дәл сондай міндеттемелер жоғарғы оқу орындары алдына да қойылмақ. Кездесу барысында Кенттен Естай атындағы музыка мектебінің филиалын ашпасқа болмай деген ұсыныста тасталды. Облыс әкімінің орынбасары оны қарастыруға уәде берді. Сонымен бірге көптеген жастардың мемлекеттік бағдарламалардан хабарсыз екені айтылды. Өкінішке орай көптеген жастарымыз осы мемлекеттік бағдарламалар туралы, қолдау туралы білмейді. Олар соцсетиде, басқа әлеуметтік желіде басқа бағыт бойынша ақпаратты алғанды қалайды қазіргі кезде. Өкінішке орай пайдалы ақпарат емес. Егер де былай ізденсе, енді пайдалы ақпаратты да табуға болады. Бірақ та басқа да жүйемен, басқа да әншейін ақпаратқа әуес. Ал біз мемлекеттік органдар осы ақпаратты жеткізуге тырысу керекпіз. Жақсы.